16 желтоқсанда бүкіл жер жүзінде, Еуропада, Америкада тұтас қазақ баласы қалмай ереуілге шығуы керек. Өзінің наразылығын көрсетуі, білдіруі керек. 16 желтоқсан қазақтар үшін өте маңызды күн. Себебі ол Совет одағын құлатқан желтоқсан көтерілісінің белгісі. Және ол Назарбаевтық диктаторлық жүйенің жаңа өзенде қазақтарға қанды қасап қырғын жасаған датасы. Және ол біздің қазақтар үшін алғанда өте жоғары тарихи мәні бар күн. Ол біздің советтік диктатураға да және советтен қалған қалдық диктаторларға да ешқашан көнбейтіндігіміздің дәлелі, белгісі. Сонымен қатар, бұл 16 желтоқсан қанды қаңтар көтерілісімен де байланысып жатады. Сондықтан бүкіл Америкадағы, Еуропадағы барлық қазақтар осы 16 желтоқсан күні Еуропа мен Америкадағы ірі қалаларға жиналып, ереуіл өткізу керек. Қазақстан диктаторларының Ресеймен жасаған Ресей-Қазақстан одағы, Ресей-Қазақстан союзы дегенге қарсы тұру керек. Қытайдың экспансиясына қарсы тұру керек. Диктаторлық жүйеге қарсы тұру керек. Барлық саяси тұтқындарға бостандық талап қылу керек. Оның ішінде Марат Жыланбай, Асқар Сембай, журналист Айгерім Тілеужан, Думан Мұхаммедкәрім бар. Және біздің атажұрттың 18 белді азаматы бар. Бекзат Мақсұтханұлы бастаған атажұрттың асыл азаматтары қазақ жерінде қаптаған қара Қытайға қарсы күресті. Қытайдың қазақ жеріндегі экспансиясына қарсы тұрды. Қазақстан Қытай ортасындағы визасыз режимге қарсы болды. Және бұл азаматтар Қытайдың геноцидін, яғни Қытай жаулап алған қазақ жеріндегі геноцидін әлемге ашқан азаматтар. Және бұл азаматтар Қазақстан Республикасының толыққанды азаматтарын Қытайдың нақақ қамап ұстап отыруына қарсы болған азаматтар. Сондықтан 16 желтоқсан күні бүкіл қазақ баласы жер әлемде ереуілге шығып, өздерінің наразылығын көрсетуі керек. Бұл өте маңызды күн. Айналайын қазақтар, ешқашан үнсіз қалмаңыздар. Үнсіздік құлдыққа бағыну. Біз ешқашан құлдыққа бағынбайтын қазақпыз. Қазақ қаны бар азамат, осы үшін күреске аттаныңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.